Тыңдарма балалар, әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. 38-ші сабақтың тақырыбы мамандық туралы ойым. Бірінші тапсырмаға қараймыз. Бізге сурет берілген, суретте берілген немесе өздерің таңдаған мамандықты сипаттап айтыңдар. Таныстырылым жасаңдар. Керек сөздерді пайдаланыңдар. Керекті сөздер: қиын, оңай, зиянды, зиянсыз, көңілсіз, қызық, қауіпті, өте қажет. Енді осы суреттегі мамандықтардың бірін алып сипаттап көрейік. Мұғалім. Қазіргі уақытта мұғалімдік өте қажетті мамандықтардың бірі. Ол баланы оқыта отырып тәрбиелейді. Мұғалім болу қиын да қызығы мол жұмыс. Келесі: ұшқыш. Ұшқыш болу өте қызықты әрі қауіпті мамандық. Ұшқыштар жер мен көкті жалғап, аспан әлеміне саяхаттап, ел мен жерді ұшақ арқылы байланыстырады. Ұшақпен көп ұшу денсаулыққа зиянды, сондықтан оларға жиі ұшуға болмайды. Оқу, түсіну. Талғаттың көкесі мұғалім. Тарих пәнінен сабақ береді. Білмейтіні жоқ. Көкесінің ұшан-теңіз білімін ауылдағы ақсақалдар да бас шұлғып мойындайды. Ал кімге әкенің беделді болғаны ұнамайды дейсің? Талғат та соны іштей сезіп масаттанады. Келе-келе Талғаттың кеудесіне нам пісе бастады. Менің көкем ең ақылды адам дейтін болды. Достары да мақтаншақ Талғатқа қарсы дау айтпауға дағдыланып алған. Бір күні Нұрым: өзенге шомылып қайтайық, Бекетайды да жолай ала кетейік деді. Күн ыстық. Бекетай әкесіне комбайн жөндеуге көмектесіп жатыр екен. Бұларға ергісі келіп жаутаңдай қарады. Жұмысын бітірген соң Бекетай да қуып жетті. Достар күре жолға түсіп алып, жалаңаяқ борпылдақ топырақты кешіп, өзенге қарай бет алды. Ой, сенің де бетіңе май жұғыпты ғой. Өскенде көкең сияқты май тракторшы болатын шығарсың, деп күлді Талғат. Не дедің? Сенің же тракторшы қажетсіз мамандық па? Бекетай кәдімгідей шамданып қалды. Үсті басының май боп жүргені қайбір жақсы дейсің, исі де жүректі айнытады. Талғат қып-қызыл дауға тап болды. Мақтаншақсың сен. Мен бе? Мен мақтаншақпын ба? Сендер көрер көзге мойындамай тұрсыңдар. Өткенде Кәрімнің үйіндегі тойда көкелерің қазақ деген сөздің қайдан шыққанын таба алмады. Сонда менің әкем айтып берген: сендердің көкелерің ештеңе. Тоқта, Талғат, дауды қойыңдар. Әмірлі шыққан дауыс барлығын елең еткізді. Нұрым екен, ол 5-ші сыныптағы оқу үздігі. Талғат, сенің айтқаның дұрыс емес. Жоқ, неге? Мамандық пен кәсіптің жаманы болмайды. Рас, мектепте тіпті ауылда сенің көкеңнен тарихты терең білетін адам жоқ. Сырлыбай ағай да сондай. Қазақ тілі мен әдебиетін ол кісідей білемін деп ешкім айта алмайды. Менің әкем де Бекетайдың көкесі де осал жандар емес. Талғат, өзің айтшы, сенің көкең сол кісілердей техника сырын біле ме? Жоқ, деді Талғат төмен қарап. Сол сәт көкесінің жекеменшік мәшинесі бұзылғанда әркімге жалынып жүретіні есіне түсті. Кешіріңдер, мен ағат ойлап жүр екенмін. Әркім өз ісінің маманы екенін түсінбеппін. Кешіріңдерші. Әлгінде ғана өз ойларымен арпаласып, Талғатқа іштей өкпелеп тұрған құрдастар көңілденіп сала берді. Өзенге қарай құлдыраңдай жүгіріп бара жатқан балалардың соңынан көтерілген қою шаң ғана қалып барады. Кеудесіне нам пісу деген даңдайсу, менсінбеу деген мағынаны білдіреді. Шамдану, ашулану.
ағат ой, жансақ немесе теріс ой деген мағынаны білдіреді. Үшінші тапсырмаға қараймыз. Автордың негізгі ойын қай кейіпкердің сөзінен табуға болады? Автордың негізгі ойын Нұрымның мамандық пен кәсіптің жаманы болмайды деген сөзінен байқауға болады. Төртінші тапсырмада мәтіннің бас кейіпкері кім дейді? Мәтіннің бас кейіпкері Талғат. Бесінші тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша анықтаңдар. Оқиға қалай басталды? Оқиғаның дамуына не себеп болды? Суретте оқиғаның қай сәті бейнеленген? Талғаттың қатты ұялып достарынан кешірім сұрауы оқиғаның қай кезеңі? Әлгінде ғана өз ойларымен арпаласып, Талғатқа іштей өкпелеп тұрған құрдастар көңілденіп сала берді деген сөйлем оқиғаның қай бөлігі? Бірінші, оқиға қалай басталды? Оқиға Талғаттың кеудесіне нан пісіп, көкем ең ақылды адам деп мақтанумен басталды. Оқиғаның дамуына не себеп болды? Оқиғаның дамуына Нұрым, Бектай, Талғат үшеуінің дауласуы себеп болды. Суретте оқиғаның қай сәті бейнеленген? Суретте Нұрым Талғаттың сөзінің дұрыс емес екендігін айтып, және Талғат өз қатесін түсініп, төмен қарап тұрған сәті бейнеленген. Талғаттың қатты ұялып достарынан кешірім сұрауы қай кезеңнен? Талғаттың қатты ұялып достарынан кешірім сұрауы оқиғаның негізгі бөлімі болып саналады. Әлгінде ғана өз ойларымен арпаласып, Талғатқа іштей өкпелеп тұрған құрдастар көңілденіп сала берді деген оқиғаның қай бөлігі? Оқиғаның сөйлем оқиғаны қорытынды бөлігі болып табылады. Балалар, 7-ші тапсырмаға қараймыз. Тракторшы мамандығы туралы Талғаттың ойы қалай өзгерді? Талғат көкесінің жекеменшік мәшинесі бұзылғанда әркімге жалынып жүретіні есіне түскенде тракторшы мамандығы туралы да ойы өзгереді. 8-ші тапсырмаға қараймыз. Трактор комбайндардың жұмысы қазіргі замандағы озық техниканың жетістігі бола ала ма? Себебін түсіндір дейді. Трактор комбайндардың жұмысы қазіргі замандағы озық техниканың жетістігі бола алмайды. Себебі қазір көптеген жаңа техниканың түрлері көп шығарылып жатыр. Тап. Қай сөздегі ш қосымшасы артық? Аспаз ш, жазушы даяшы. Яғни қатесі аспаз ш дегендігі қосымшасы артық. Сөздерге ш, ш қосымшасымен келетін мағыналас сөздер жаз. Мұғалім, жетекші. Шопыр, жүргізуші. Журналист, тілші. Міне балалар, мағыналас сөздерді жаздық. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.